Ақ жыланның еті. Баяғыда бір патша өмір сүріпті. Даналығы бүкіл елге танымал болыпты. Шешпейтін түйін жоқ екен. Әр сөзі уағыз сияқты екен. Алайда ешкім оның бір ерекше әдеті бар екенін білмейтін. Күн сайын түскі ас кезінде патша бір табақ жылан етін жейтін. Бірде патшаның сенімді қызметшісі дастарқанына тамақ жібергенде қызығушылықпен сол еттен аздап ауыз тиіп көрді. Кенет терезеден бір түрлі тыныш дыбысты естіді. Қызметші мұқият тыңдап көрді. Сөйтсе қызметші торғайлардың егістікпен орманда көргендерін айтып, әңгімелесіп айтқанын естіді. Сөйтсе, ақ жыланның етін жеген кез келген адам жануарлардың тілін түсіне алады екен. Сол күні ханшайым өзіне қымбат сақинасын жоғалтып алды. Барлығы қызметшіні күдікті деп есептейді, өйткені патша оған сенетін. Тек қана ол сарайдың кез келген жеріне бара алатын. Патша шақырып алып, сақинаны сен ұрладың ба деп сұрады. Қызметші, сақинаны көрген жоқпын деп ант береді. Ертең маған сақинаны кім ұрлағанын айтуың керек, дейді патша. Егер бұл сен емес екенін дәлелдей алмасаң, сені өлім жазасына кесемін. Қызметші көз жиегінде жүрген үйректердің сөзін естиді. Сөйтсе бір үйрек, менің ішімде сақина бар, қатты ауырып тұрмын дейді. Қызметші дереу үйректі ұстап алып, оны сарай аспазына апарады. Сөйтіп сақина үйректің ішінен табылады. Патша, мен саған әділсіздік жасадым. Сол үшін кез келген тілегіңді орындаймын. Саған жоғары лауазымды да беремін дейді. Алайда қызметші, маған тек бір атпен аздаған жол шығыны үшін ақша беріңіз. Мен дүниені аралағым келеді, дейді. Осылайша қалағанын алып жолға шығып кетеді. Көлдің жанынан өтіп бара жатып, қамысқа тұрып қалған 3 балықты көреді. Балықтар өлетіндерін айтып, демігіп жатыр екен. Қызметші оларды аяп кетіп, аттан секіріп түсті. Балықтарды суға қайта салады. Балықтар қатты қуанып, судан бастарын шығарып айтады. Бізді құтқардың, біз ұмытпаймыз. Бір күні жақсылығынды қайтарамыз, дейді. Орманнан шығып, бір қалаға жеткенде, ол мұндай хабарландыруды көреді. Ханшайым күйеу іздейді. Алайда үміткерлер өте қиын сынақтан өтуі керек, және ол сәтсіз болса, өлім күтіп тұр. Біраз адам өз өмірмен қош айтысқан екен. Бірақ қызметші сарайға кіріп, ханшайымды көргенде барлығын ұмытып кетеді. Мен үйленуге үміткермін, дейді ол. Сөйтіп оны теңіз жағасына апарады. Патша теңізге алтын сақина лақтырып, мынаны табасын, дейді. Сол сәтте 3 балық жүзіп шығады. Үлкені аузында қабыршақ ұстап келеді. Қызметші бірден олардың өзі құтқарған 3 балық екенін таниды. Балық қабыршақты оның аяғына тастайды. Қызметші оны ашып қараса, ішінде алтын сақина жатыр. Ол оны ханшайымға алып барады. Бірақ ханшайым тағы 2 қиын тапсырма бар, дейді.
Біріншісі бақ ішінде шашылып жатқан күріш дәндерін бір қапқа жинап тапсыру. Екіншісі, өмір ағаштан бір алма алып келіп, ханшайымға жеу үшін беру. Түнде құмырсқа патша мыңдаған құмырсқамен келіп, ризашылықтарын білдіріп, бүкіл күрішті теріп, 10 қапты толтырып береді. Таңертең 3 қарға қызметшінің тезесіне қонып, біз сен құтқарған қарғаларымыз. Біз естіп қалдық. Саған өмір ағашынан алтын алма керек. Біз мұхиттан өтіп, әлемнің шетіне барып, саған сол алманы әкелдік, дейді. Қызметші қатты қуанады. Осы кезде ханшайым келіп, 10 қап күрішпен жігіттің қолында алтын алманы көріп, енді сен менің күйеуімсің, дейді. Ол өмір алмасын 2-ге бөлді. Біреуі өзі үшін, біреуі күйеуі үшін болды. Екеуі алманы жеп қойды. Ханшайымның жүрегі жігітке деген махаббатқа толы болды.